өтті сот бүгін. Жауапкердің келмегенін қалай бағалайсыз? Жәбірленушінің келмегені енді меніңше бұл ұят нәрсе. Егер шынымен мені кінәлі деп өз бет-бейнесін көрсетсе, келсе өтшілге міне қалың халықтың келетін біледі ғой. Шындық қай жағында екен түсіне тұрып осылай жасап жатқаны әрине бұл арам пиғыл деп ойлаймын. Бағана Балтабай қыз айтты ғой, сізге қоғамдық қысым көрсеткіңіз келе ма сотқа деп. Сіздердің өзін жинап жатқан жоқсыз, бұлар жоқ. Мен айттым, осындай жерде осындай сот болады деген сияқты. Өйткені білесіздер, мен сияқты тәуелсіз кандидат, ары қарай тәуелсіз депутат билікке қажет емес. Сондықтан өзіміздің жүйеде, өкінішке орай 30 жыл келе жатқан авторитарлық жүйеде демократиялық тәуелсіз сот жоқ, өкінішке орай деген сияқты. Сондықтан әрине біз бұндай жағдайда тек қана мысалға, оның алдында да қаншама сот процестер болды, біздің шындықты шылдатып айтып жүрген азаматтарымызды соттатты деген сияқты. Бұл жерде халықтың келгені, мен ешкімге мәжбүрлеген жоқпын, өз еркімен келді, ризамын, ол шынымен маған рух береді, дем береді. Енді қалай да болса да, бір күн қалса да, әлгі мені сайлаудан шеттеттіру амалы деп білемін, осындай соттың болғаны. Айыпты деп танытса да, болса да, бұл әрине бұрыс болады, ары қарай сотқа шағымданамыз деп білемін. Сайлауға түсу шешіміңізден бас тартпайсыз ғой? Жоқ, бас тартпаймын. Сот жүзінде шектеу болса да. Бас тартпаймын, ештеңеден мен бас тартпаймын. Әлгі шешінген судан тайынбас дейді ғой, сондықтан бұл жерде мен аяғына дейін барамын, мен жеңемін. Билік біліп отыр, егер менің фамилиям анау бюллетенде қалатын болса, мен міндетті түрде жеңемін. Ешқандай әлгі инфо-цыгандар, тағы басқа әдейі жасанды маған балама қылып қойған кандидаттар дауыс жинай алмайды. Қарапайым халық міне бүгінгідей амандық болса аямастан дауысын береді. Өйткені менің сөйлеп жатқан сөзім ол жеке Арман Шораевтың ғана сөз емес, ол қарапайым халықтың сөзі.